Сәлем достар, біз бүгін бауырсақ пісіреміз. Ол үшін ең алдымен бізге қайнаған су керек. Оның үстіне жылы айранымызды құямыз. Екеуін жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне қант саламыз. Оның үстіне бір ас қасық тұз саламыз. Қайтадан жақсылап араластырып аламыз. Үстіне 10 грамм көпсіткіш саламыз. Осы көпсіткішті салғанымызда ең аңғаратын жайт, біздің суымыз не ыстық болмау керек, не салқын болмау керек. Бәрін жақсылап араластырып болғаннан кейін үстіне май құямыз. Бұл май біздің бауырсақтарымызға жұмсақтық береді. Енді үстіне керекті ұнымызды салып, бір келкі қамыр шыққанша жақсылап қамырымызды дайындап аламыз. Қамырымыз не жұмсақ, не қатты болмау керек. Орташа жұмсақтықта болу керек. Мінекей қамырымыз дайын. Бұның қақпағын жауып, бетін жауып, ашқанға дейін қойып қоямыз. Қамырымыз ашыды. Ашыған қамырымызды өздеріңізге керек формада, біреуі төрт бұрышты қылады, біреуі домалақ қылады. Қайсы ыңғайлы, қайсы өздеріңізге ұнайды, сол формада кесіп алып пісіреміз. Дайын болған қамырымызды ыстық қызып тұрған майға салып пісіріп аламыз.
барлық бауырсақтарымызды осылай бірінен кейін бірін жақсылап пісіріп аламыз. Бауырсақтарымыз дайын, ас болсын.